Жер халқы 7,7 миллиардтан астам адамды құрайды, және күн сайын бұл сан артып келеді. Жер бетінде көптеген адамдардың бір уақытта өмір сүруінің салдары қазірдің өзінде байқалады. Электр энергиясының тапшылығы мен қымбаттауы, табиғи ресурстардың сарқылуы, жаһандық жылыну және тағы басқалар. Жылу электр станциялары бүкіл планетаны электр қуатымен қамтамасыз ете алмайтындығы белгілі болды. Тіпті жылу электр станциялары адамдар табиғи ресурстарды ысырап етуге және атмосфераны ластауға мүмкіндік алған кезде өткеннің жәдігеріне айналды. Қазір Еуропадан бастап мемлекеттер жаңартылатын энергия көздеріне көшуге тырысуда. Сонымен бұл не? Жаңартылатын немесе регенеративті энергия адам ұғымдары бойынша таусылмайтын көздерден алынатын энергия болып табылады. Жаңартылатын энергияны пайдаланудың негізгі қағидаты оны қоршаған ортада үнемі болып тұратын процестерден алу және техникалық қолдану үшін ұсыну болып табылады. Жаңартылатын энергия табиғи ресурстардан алынады. Күн сәулесі, жел, жаңбыр, толқындар және геотермалдық жылу. Олар табиғи түрде толықтырылады. Қазақстан 2016 жылы ратификацияланған Париж келісіміне сәйкес біз инновациялық шешімдерді жұмылдыру арқылы парниктік газдар шығарындыларын 2030 жылға қарай 15%-ға қысқартуға міндеттендік. 2021 жылғы 1 шілдеден бастап елімізде қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық заңнамалық стандарттарға сәйкес келетін жаңа экологиялық кодекс күшіне енеді. Жасыл экономикаға көшу жөніндегі 2030 жылға дейінгі тұжырымдама бар. Біз осы тұжырымдамалар бойынша өте жақсы жүріп келеміз. Су үнемдеу, энергия үнемдеу, жаңартылатын энергия көздеріне көшу сияқты бірқатар индикаторлар бар. Мысалы, егер индикаторлар бойынша жаңартылатын энергия көздері көрсеткішін айтатын болсақ, онда 2030 жылға қарай жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдамаға сәйкес біз 10%-ға жетуіміз керек. Бірақ осыдан бір апта бұрын мемлекет басшысы электр энергетикасы жөнінде кеңес өткізіп, 15%-ға жету жөнінде міндет қойды. Электр қуатын беретін станциялардағы жаңартылатын қуат көздерінің үлесін 2030 жылға қарай 15%-ға дейін жеткізуді міндеттейміз. Қазақстан посткеңестік кеңістікте жасыл экономика идеясы іске асырылып жатқан алғашқы ел болды. Қазақстанның маңызды жобаларының бірі болашақ энергиясы деп аталатын Экспо 2017 көрмесін іске асыру энергия үнемдеу саласындағы үздік әлемдік технологияларда баламалы энергия көздерін пайдаланудың жаңа әзірлемелері мен технологияларын тараттуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2010 жылғы мамырда 3-ші Астана экономикалық форумында жасыл көпір серіктестік бағдарламасын ұсынды. Бұл әлемдегі барлық елдер мен Біріккен ұлттар ұйымының екі өңірлік комиссиясы мақұлдаған алғашқы және әлі күнге дейін жалғыз халықаралық бастама. Қазақстан өнеркәсібінің көміртекті бейтараптылығы жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын генерациялау объектілерін кеңінен тартусыз мүмкін емес. Сондықтан елдің барлық өндіруші қуаттарының жартысын 2050 жылға қарай жаңартылатын энергия көздеріне ауыстыру жөніндегі жоспарлар орынды болып көрінеді. Бұл мәселені санмен бағалауға тырысайық. 2020 жылдың басында жаңартылатын энергия көздеріне генерацияланатын қуаттардың жалпы көлемі 22,9 гигаватт болған кезде генерацияның 3,6 гигаватт келді. Электр энергиясын тұтынудың өсу қарқынын 30 жыл аралығында болжау өте қиын, бірақ тапсырманы орындау ең лас нысандарда параллель жаба отырып, кем дегенде 8 гигаватт жасыл генерацияны іске қосуды қажет ететіні анық. Оларға бірінші кезекте елде тұтынылатын энергияның 69,7% өндірілетін көмір жылу электр станциясы жатады. Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын өндірудің негізі өз ерекшеліктері бар күн және жел электр станциялары болып табылады. Мүмкін олардың ішіндегі ең бастысы климаттық факторларға тәуелділік. Қазақстан шұғыл континенталды климаты және үлкен маусымды температуралық ауытқуы бар ел. Мұндай жағдайда барлық электр энергиясының 3/1 өндіретін үлкен желі үнемі біркелкі емес шыңдар мен өндірістің құлдырауына ұшырайды. Күн электр станцияларының мінез-құлқын әлі де болжауға болады. Олар энергияны тек күндізгі уақытта шығарады, бірақ жел мұндай кестеге сәйкес келмейді. Нәтижесінде Қазақстан осы жолмен жүріп келе жатқан барлық елдер сияқты жаңартылатын энергия көздері көмегімен электр энергиясын өндірудің ағымдағы көлеміне байланысты жалпы энергия желісіне тез қосылуы және одан тез ажыратылуы мүмкін маневрлік генерацияланатын қуаттар жүйесін дамытуға мәжбүр болады.
Таза технологиялық себептерге байланысты, сондай-ақ декарбонизация курсына сәйкес, табиғи газбен жұмыс істейтін жылу электр станциясы маневрлік генерациялау қуатын ұйымдастырудың ең жақсы нұсқасы болып табылады. Үкімет қазірдің өзінде осындай объектілерді құру жобаларының инвестициялық тартымдылығын арттыру ниетін көрсетті. 2030 жылға қарай жаңартылатын көздерден алынатын энергия үлесі 3%-дан 15%-ға дейін 5 есе, газ генерациясы есебінен энергия үлесі 20%-дан 40%-ға дейін 2 есе ұлғайтылатын болады. Жаңартылатын энергетиканың жаһандық танымалдылығы тек өсе түседі. 2019 жылы Германияда барлық электр энергиясын өндірудегі жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 46%-ды құрады. 2050 жылға қарай Еуропаның кейбір елдері мен ақш-тың жекелеген штаттары толығымен жаңартылатын энергетикаға көшеді. Оларға әлемнің басқа елдері мен өңірлері үлгі болады. Адамзат көмірсутектерді ұзақ уақыт бойы пайдаланатын болады, бірақ жаңартылатын энергетиканың үлесі тұрақты түрде өсетін болады. Мұнай газ дәуірінің аяқталу уақытын болжау қиын. Бұрын белгісіз кен орындары табылуы мүмкін, өндіру технологиясы жетілдіріледі, көмірсутектердің бағасы түсуі мүмкін. Бірақ қазбалы отынды пайдалану мерзімін ұзарта алатын осы оқиғалардың барлығы жаңартылатын энергия дәуіріне апаратын уақытша аялдамалар болады.